тікелей эфир ширек финалда мінсіз орындау керек деген бір мақсат болды. Жинау жағынан бірінші болып өтемді. Үлкен сенім болды. Дегенмен ой болған жоқ. Жартылай финалда Бексұлтан бауырымды көргім келді. Бексұлтан кішкене алдыға бір қадам басым болып көрінді маған. Әлі де берері бар ғой деп ойладым. Осы кезеңге жеткеннен кейін ары қарай жеңуім керек деген өзіме мақсат қойып отырмын. Мынау негізі жаман емес. Төмен емес пе әйтеуір? Жоқ, төмен емес. Күшті, осы дұрыс сияқты. Ол енді сенің даусың бар екен біледі ғой елдер онысы да. Дана қарындасымыз өте мақтанышы ғой. Дегенмен де менде тәжірибе қарындасымнан көбірек деп ойлаймын. Басымырақ болады деп ойлаймын. Мына әнді берген кезде сен тіптен жылап та қалдың, көз жасың да келді. Соған қарағанда сен үлкен әншісің, сен соны түсініп айтасың. Түсінгеннен кейін сен оны жеткізе білесің деп ойлаймын. Сен үшін тақымымды қысып отырамын. Рахмет. Осы кезеңге дейін жету үшін мен барымды салдым, өз қолымнан келген барлық дүниені көрсеттім. Дәл осындай жобаларда дауыс жинамай ұтылғаннан өте қатты шаршадым. Осы жолы сіздер мені қолдайсыздар деген үміттемін. Сол күндер қайда қалды, түн жапты айналамды, ұмыта алдың ба деп төбемнен айға далды. Неге кірді түсіме келмейтін болса, санада сұрақ тергейтін қанша, айтып берер еді ғой бәрін жұлдыздар сөйлейтін болса. Мен оны ойласам мұңға батамын, жанардан бір тамшы сырған атамын, үнсіздік салатын сағыныш әнін тыңдап жатамын. Мен оны ойласам көп қайғы батып, тереземді келіп қақпайды бақыт. Мен оны ойласам жердің бетінде тоқтайды уақыт. Сырласып өлеңменен сезімге бөленгенен, ол маған сүйем деген, мен оған сенем деген. Неге кірді түсіме келмейтін болса, санада сұрақ тергейтін қанша, айтып берер еді ғой бәрін жұлдыздар сөйлейтін болса. Мен оны ойласам мұңға батамын, жанардан бір тамшы сырған атамын, үнсіздік салатын сағыныш әнін тыңдап жатамын. Мен оны ойласам көп қайғы батып, тереземді келіп қақпайды бақыт. Мен оны ойласам жердің бетінде тоқтайды уақыт. Мен оны ойласам көп қайғы батып, тереземді келіп қақпайды бақыт. Мен оны ойласам жердің бетінде тоқтайды уақыт. Мен оны ойласам көп қайғы батып, тереземді келіп қақпайды бақыт. Мен оны ойласам жердің бетінде тоқтайды уақыт. Мен оны ойласам жердің бетінде тоқтайды уақыт.
Бексұлтан! Бексұлтан! Я, достар, біз осы байқауда Бексұлтанның әртүрлі тақырыпта, әртүрлі жанрда орындағанын көрдік. Бүгін бір ерекше болды, жүрекпен. Бүгін өйткені жартылай финал, достар. Бексұлтан негізі біреулері Хан Сұлтан деп те біледі. Солай ғой. Олай болса, ал Тұрар, өз пікірің. Мен қысқа нұсқа айтайын. Менің ойымша Бексұлтан, жаңа менің тобымда болған Досжан да болды. Сен сияқты жігіттер, сендер сияқты жігіттер біздің сахнаға қазір керек. Біз сіздерге мұқтажбыз. Мен солай ойлаймын. Өздерің әндерің жазыңдар, өздеріңнің жүректеріңді, эмоцияларыңды, сезімдеріңді халыққа беріңдер. Мынау ән жүрекке жетті да, и сенің қолыңнан да келеді осындай әндер жазуға, осындай әндер шығаруға. И бұйырса үлкен сахналарда сенімен кездескенше деп айтайын саған. Я, жүрекпен орындаған ән жүрекке жетеді дейді, ал Баян ханым не айтар екен? Если честно, я немного в ступоре, потому что это было очень интеллектуально. Это когда артист понимает, что он делает, зачем он делает, и главное, о чем он поет. Это был такой музыкальный, вокальный, интеллектуальный монолог артиста. Я восхищена этим исполнением. Бексұлтан, я очень хочу, чтобы ты был на нашей сцене. Мало того, что ты красавец, так ты еще и умен. Тамаша, тамаша, ал Мейрамбек мырза. Енді шында да бұл поэзия, бұл өлеңді алғашқы естіген кезде Ақберен Елгезек екеуміз жылағанбыз. Ренат Зайытов, үлкен ақын ғой, бауырым, қалай шығарады осындай өлеңді деп біз әбден жылап тұрып тыңдағанбыз. Одан кейін тағы да біраздан кейін тағы жыладық. Неге мен айтпадым осы өлеңді деп. Енді менің бауырыма, менің тобымдағы мына Бексұлтаныма осы ән жарасқан сияқты. Бексұлтанның өзі тыңдаған кезде де бүкіл жан дүниесімен тыңдап, жылап та қалған. Сондықтан бүгін бере алдық деп ойлаймын. Бұл шында да Баян айтпақша, ішкі жан дүниесінің монологын бәрін әдемі жеткізді. Бексұлтан, сен жарайсың. Сен мықтысың. Я, құрметті достар, ардақты ағайындар, қошеметтеріңіз Бексұлтан! Бексұлтан, рахмет!